құмыра жасайтын жерге келдік. Біз құмыраларды тамашалайық. Қандай әдемі бұлар. Сен көрдің бе мынандай әдемі ожау қойдың? Саған ұнай ма осындай? Міне жерде бар қыш құмыра. Бұл ұлттық құндылық. Қазақ халқында бұл құмыраларға көп нәрсе сақталған. Сүт, қымыз сақтаған. Саған қайсы құмыра ұнады? Қайсысы ұнап тұр саған? Мыналар ұнай ма саған? Әдемі екен, қарашы. Мына жүрегімен ұнай ма саған? Жүрегімен? Жүрегімен әдемі құмыра екен. Бұл ерте заманда. Қыш құмыра қалай жасалады? Бұл қыш құмыралар саз балшықтан жасалады. Оны әдемі жасау үшін шыдамдылық пен төзімділік керек. Ол өте күрделі жұмыс. Мынандай әдемі болып шығу үшін ұзақ отыру керек. Саған ұнады ғой, иә? Иә. Әкесі өңде біз де құмыра жасаймыз. Иә, қызым, қазір құмыра жасаймыз. Оны саз балшықтан әдемілеп, жақсылап жасап көреміз. Қыштан жасалған, саз балшықтан жасалған құмыра. Кеше біз жасап шықтық. Қалай болып шықты? Әдемі ме? Саған ұнады ма? Саған ұнады ма? Ұнады, иә? Бұдан ерте замандарда жасалған осындай қыш құмырадан кесені, құмыраны, тағы да басқа заттарды жасалған нәрсе. Ясмина, бұл бізде қазақтың ұлттық өнерінің бірі. Бұл бұрынғы заманда ата-бабаларымыз бұған әртүрлі сұйық заттар құйған. Мысалы, егер құмыра болса, оған айран, сүт сияқты дәмдерді сақтаған. Түсіндің бе? Қара, бұл бізде қошқар мүйіз оюы. Бұл біздің қазақтың ұлттық оюының бірі. Әдемі ме? Иә. Біз не жасадық, Ясмин? Не бізде? Кесе ме? Кесе.